Павлодардың аялдамалары кішігірім музейге айналды. Енді қала тұрғындары қоғамдық көлік күтіп тұрғанда тарихи тұлғалардың өмірімен таныса алады. Танымдық аялдамалар тұлғалар тағылымы жобасы шеңберінде пайда болған. Онда елімізге танымал ақын жазушылар, қоғам қайраткерлері мен алаш ардақтыларының өмір баяндары, шығармашылығы мен ерлігі жайында тарихи деректер екі тілде жазылған. Жалпы алғанда 19 тұлғаның өмір баяны жайлы ерекше дизайнмен жасалған ақпараттар қаланың 40-қа жуық аялдамасына жапсырылып жатыр. Жоба авторлары бұл бір жағынан танымал тұлғаларды қала тұрғындарына насихаттау болса, екіншіден осы жақында ғана есімдер көшелерге берілген адамдардың кім екенін елге таныстыру дейді. Бұл жердегі ең керемет дүние, кез келген тұрғын аялдамада автобусты күте тұра, осы елге, осы далаға қызмет еткен, осы дала үшін өздерінің барын салған азаматтарды тани түседі.